Петропавлда 58 жастағы ел бірге тұрған ер адамын теледидар пультімен ұрып өлтірді. Қазір күдікті қамауда отыр. Марқұм әйелден 6 жас кіші болған. Олар заңды некеде тұрмаған, кешкілік дастархан басында бірге ішімдік ішіпті. Масайған кезде ер адамның ашуы келіп әйеліне тиісет. Жұдырығын ала жүгірген сәтте әйел қолына теледидардың пультін алып, оны қақ шекеден қойып қалады. Басынан соққалған 52 жастағы Петропавлдықтың жағдайы ертесіне нашарлай түседі. Ол жедел жәрдеммен ауруханаға жеткізілген. Дәрігерлер науқаста ауыр ми жарақаты диагнозын қойыпты. 10 күн ем алғанмен жағдайы түзелмей, ақыры алған соққыдан көз жұмды. Қазір күдікті қамауда. Полиция Петропавл қаласының 52 жастағы тұрғынның өліміне әкеп соққан ауыр дене жарақатын келтіру фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеп тексеруді жүргізіп жатыр. Оқиға қаланың жеке тұрғын үйлерінің бірінде болған. Күдікті ретінде 58 жастағы әйел ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Тергеу амалдары жүргізілуде.